сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің тақырыбымыз Батыс Алашорда қайраткерлері. Оқытушы Дүйсенбаева Жұлдыз Аскарбековна. Батыс Алашорданың құрылу тарихына тоқталып өтетін болсақ, 1917 жылғы желтоқсанда Орынбор қаласында өткен екінші жалпы қазақ съезінде қазақ халқының ұлттық автономиясы, Алаш автономиясы жарияланды. Съезде уақытша ұлттық үкімет Алашорда құрылып, оның төрағасы болып Әлихан Бөкейханов сайланды. Бұл шешім Ресей империясының күйреуі жағдайында қазақ жерін саяси тұрғыдан біріктіру және ұлттық мемлекеттік негізін қалыптастыру мақсатында қабылданды. Азамат соғысының басталуы мен ел ішіндегі саяси тұрақсыздық салдарынан Алашорда үкіметі өз аумағын бір орталықтан басқаруда қиындықтарға тап болды. Осыған байланысты 1918 жылы Алаш автономиясы шартты түрде Шығыс және Батыс Алашорда болып екі басқару бөлігіне бөлінді. Шығыс Алашорданың орталығы Семей қаласы, Батыс Алашорданың орталығы Жымпиты қаласы болып бекітілді. Бұл бөлініс саяси қажеттіліктен туындап, аймақтардағы басқару жұмысын тиімді ұйымдастыруды көздеді. Батыс Алашорда қазіргі Батыс Қазақстан, Атырау және Ақтөбе облыстары аумағын қамтыды. Оның негізгі міндеті осы өңірде Алаш автономиясының билігін орнықтыру, жергілікті басқару жүйесін қалыптастыру және халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету болды. Батыс Алашорданың құрылуы қазақ халқының ұлттық мемлекет құру жолындағы нақты саяси қадамы ретінде тарихта маңызды орын алды. Жаһанша Досмұхамедұлы 20 ғасыр басындағы қазақтың көрнекті заңгері және саяси қайраткері. Ол Санкт-Петербург университетінің заң факультетін бітіріп, сол кездегі кәсіби білім алған санаулы қазақ зиялыларының бірі болды. 1917-1918 жылдары Жаһанша Досмұхамедұлы Алаш қозғалысына белсене қатысып, Батыс Алашорда үкіметінің төрағасы болды. Ол Батыс Қазақстанда басқару жүйесін ұйымдастырып, ұлттық автономия идеясын жүзеге асыруға ұмтылды. Негізгі мақсаты қазақ халқының өзін-өзі басқару құқығын қорғау еді. Кеңес үкіметі орнағаннан кейін Жаһанша Досмұхамедұлы қуғын-сүргінге ұшырап, 1938 жылы ату жазасына кесілді. Оның қоғамдық саяси қызметі қазақ мемлекеттігін қалыптастыру жолындағы тарихи қадамдардың бірі болып табылады және тәуелсіз Қазақстан тарихында маңызды орын алады. Халел Досмұхамедұлы қазақтың көрнекті дәрігері, ғалымы және қоғам қайраткері. Ол Томск университетінің медицина факультетін тамамдап, кәсіби білім алған алғашқы қазақ зиялыларының бірі болды. Қазақ тілінде ғылыми еңбектер жазып, ұлттық ғылыми терминологияның дамуына үлес қосты. 1917-1918 жылдары Халел Досмұхамедұлы Алаш қозғалысына белсене қатысып, Жаһанша Досмұхамедұлымен бірге Батыс Алашорда үкіметін басқаруға қатысты. Ол Батыс Қазақстан аймағында халықты ұйымдастыру, білім беру ісін жолға қою және ұлттық автономия идеясын насихаттау бағытында қызмет атқарды. Осы арқылы Батыс Алашорданың саяси және мәдени қызметін қалыптастыруға елеулі үлес қосты. Кеңес үкіметі орнағаннан кейін Халел Досмұхамедұлы ғылыми-педагогикалық жұмысқа ауысты. Алайда 1930 жылдары саяси қуғын-сүргінге ұшырап, 1939 жылы қайтыс болды. Оның Батыс Алашорда құрамындағы қызметі қазақ мемлекеттігі үшін күрестің маңызды кезеңі болып табылады. Батыс Алашорда құрамында Иса Қашқынбаев, Беркінғали Атшыбаев және Уәлихан Танашев сияқты қоғам қайраткерлері қызмет атқарды. Олар жергілікті басқару жүйесін ұйымдастыруға, халықты біріктіруге
және Алаш автономиясының билігін өңірде нығайтуға атсалысты. Бұл қайраткерлер Батыс Алашорданың саяси және әкімшілік құрылымын қалыптасуында маңызды роль атқарды. Батыс Алашорда 1918 жылы ұлттық автономияны қорғау мақсатында өз билігін нығайтуға ұмтылды. Ол ұлттық жасақты, яғни Алаш әскерін құруға әрекет жасап, жергілікті милицияны ұйымдастырды. Сонымен қатар, уездер мен болыстарда басқару жүйесін енгізіп, халықтан салық жинау тәртібін белгіледі. Қоғамдық тәртіпті сақтау және сот ісін реттеу де оның негізгі міндеттерінің бірі болды. Білім беру саласында мектептер ашуға ұмтылып, халықты оқуға тарту арқылы ұлттық сананы көтеруді көздеді. Батыс Алашорданың қызметі қазақтың ұлттық мемлекеттігін жаңғыртуға бағытталды. Ол қазақ қоғамының саяси санасының өсуіне ықпал етіп, кейінгі тәуелсіз Қазақстан идеясының негізін қалады. Бұл қозғалыс қазақ тарихындағы заманауи үлгідегі алғашқы ұлттық үкімет құру тәжірибесі ретінде ерекше маңызға ие болды. Қазақ ұлтының саяси санасын оятып, өз құқықтарын талап етуге шабыттандырды. Ұлттық мемлекеттілік идеясының іргетасын қалады. Бұл кейіннен тәуелсіз Қазақстанның құрылуына үлкен жол ашты. Қазақ халқының тәуелсіздік күресінің бастауы ретінде тарихта қалды. 1930 жылдары кеңес үкіметінің күшеюімен бірге Алаш қайраткерлеріне қарсы қуғын-сүргін науқаны басталды. Бұл кезең қазақ зиялылары үшін өте ауыр болды. Көптеген Батыс Алашорда қайраткерлері, оның ішінде Жаһанша Досмұхамедұлы, Халел Досмұхамедұлы, Уәлихан Танашев, Беркінғали Атшыбаев және басқа да ұлттың біртуар азаматтары халық жауы деген жалған айыппен тұтқындалып, қуғын-сүргінге ұшырады. Көптеген қайраткерлер жалған айыптаулармен атылып, саяси репрессияның құрбаны болды. Бұл қазақ халқының ең білімді, ең белсенді бөлігінен айырылуына әкелді. Алаш партиясының қызметіне ресми түрде тыйым салынып, оның идеялары мен мұрасы ұзақ уақыт бойына басып тасталды. Бұл қазақ тарихындағы ең қаралы беттердің бірі болып қала береді. Бұл кезең қазақ халқының тарихында өшпес із қалдырып, ұлттық сананы нығайтуға деген ұмтылысты одан әрі күшейтті. Қорыта келе, Батыс Алашорда қайраткерлері 20 ғасыр басындағы күрделі тарихи жағдайда қазақ халқының ұлттық мүддесін қорғау жолында саяси күрес жүргізді. Олар ұлттық автономия құру, жер тұтастығын сақтау және халықтың өзін-өзі басқару құқығын қамтамасыз ету мақсатында қызмет етті. Бұл қайраткерлердің әрекеті қазақ қоғамында саяси сананың қалыптасуына және ұлттық бірліктің нығаюына ықпал етті. Жаһанша және Халел Досмұхамедұлы бастаған Батыс Алашорда басшылары елді басқарудың жаңа үлгісін қалыптастыруға ұмтылып, әкімшілік, әскери және ағартушылық шараларды қатар жүргізді. Олардың қызметі қазақ мемлекеттігін жаңғырту жолындағы алғашқы нақты қадамдардың бірі болды. Сондықтан Батыс Алашорда қайраткерлерінің тарихи қызметі бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның қалыптасу тарихымен тығыз байланысты. Олардың ел үшін атқарған еңбегі жас ұрпаққа отансүйгіштік пен жауапкершілік сезімін дарытатын маңызды үлгі болып табылатынына сенеміз. Бұл тұлғалардың тарихтағы орнын білу және құрметтеу ұлттық жадымызды сақтау үшін аса маңызды. Алаш қайраткерлерінің рухы мәңгілік.